9 мамыр ұлы жеңіс қарсаңында Ата Мырзаханов Бехас Ырзаханұлын еске алып, қиын кезеңдегі ерліктері және бейбітшілік уақытындағы ұстаздық қызметтері жайында сыр шертіп, көпшілікке таныстыруды жөн көрдім. Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Бозашы түбегі, Ауыздыбаш жерінде 1924 жылы қаңтар айында дүниеге келген. Соғыс ардагері және ардагер ұстаз аяулы әке Бехас атамыз бүгінде арамызда жоқ. 1979 жылы жеңіс күніне бір күн қалғанда өмірден озды. Жастайынан білімге құмар Бехас Ырзаханов Форт Шевченко қаласында Киров атындағы мектепте білім алды. Зерек, алғыр бала 16 жасынан бастап ұстаздық қызметке араласты. Ауыл арасында бияға атанған деседі. Ол жарып бара жатқан билік иесі болғандықтан емес еді. Ұстаздық қызметте бірге жүрген, көзін көрген ауыл ақсақалдарының бірі ұстаз Төрәлі Озғанбаев естелігінде былай дейді. Қашан көрсеңде жүзінен күлкі табу өшпейтін, мейірім шуағы есіп тұратын. Жұртқа үйірсе көпшіледі. Ағайын арасынан сөзінен аулақ, кісілігіне қарай үлкен кіші ұлықтап жататын және мінезге өте бая демеді. Баласы 1942 жылы 18-ге тола бере майданға аттанды. Іріктеу кезінде ауылда алған білімінің арқасында танкистер дайындайтын қысқа мерзімді әскери мектепке бірден жол түсті. Курсанттарға танкімен соғысудың әдіс-тәсілдері үйретілді. Өзге әріптестеріне қарағанда көзі ашық, Ширақ Бехас Ырзаханов танк жүргізуші, кіші командир етіп сайланды. Қайсар, ержүрек жас жігіт көзсіз ерлігі үшін Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталды. Танкінің ізімен елге оралған соң бала кезіндегі арманы ұстаздық қызметін жалғастырды. Қай істе болмасын ер азаматтың орны бос тұратын Бехас Ырзахановты бірден іске тартты. Жүздеген шәкірт тәрбиелеген ұлағатты ұстаз атанды. Олардың арасынан ғалым, ел басшылары, танымал азаматтар шықты. Жеңістің 75 жылдық мерекесіне орай Қызыл Жұлдыз ордені, Октябрь революциясы ордені, Қазақ СССР халық ағарту ісінің озық қызметкері белгісі, Германияны жеңгені үшін медалі, даңқ және еңбек қызыл ту орденінің иесі, жеңіс сарбазы, аяулы ұстаз, ардақты ата Ырзаханов Бехасты еске алуды перзенттік парызым деп санадым.